Енді Кубок президенті Құдай қаласа үлкен дәрежеде өтейін деп жатыр. Оған өздеріңіз көріп жатсыздар, көптеген мемлекеттен бірінші номерлі боксшылар келіп жатыр. Осы Кубок президенті Құдай қаласа іріктеліп, осы жазда өтетін Азия ойындарына Құдай қаласа іріктелетін болады. Сол үшін осы жерде үлкен мықты Құдай қаласа турнир болады. Сол турнирде Құдай қаласа бас жүлдені жеңіп алу алдағы мақсатымыз. Одан кейін Азия ойындары, Құдай қаласа сол Азия ойындарына жақсылап дайындалып, жақсы нәтиже көрсету. Осы жердегі өтіп жатқан оқу-жаттығу жиыны ерекше болып жатыр. Өйткені бір емес 5-6 мемлекетпен бірігіп оқу-жаттығу жиыны өтіп жатыр. Оқу-жаттығу жиынының тәжірибесі өте мол деп ойлаймын. Алда да осындай оқу-жаттығу жиындар көбірек болатын болса, боксшыларымыздың тәжірибесі бұдан да арта түседі деп ойлаймын. Енді жас кезімізде көптеген арман мақсаттар болды, оның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Ауылда өскен соң осы бокс секциясына келдік, боксқа қатыстық, осы бокс жолында жүріп, уақытымыздың қалай өткенін білмеймін. Қазіргі уақытта бокспен кәсіби түрде айналысып, боксшы болып, үлкен спортта жүрміз. Бокс секциясына қатыспай тұрып, неше түрлі армандар болды. Мына футболист болу, актер болу, көптеген армандар болды. Енді спортқа бір табан жақын болған соң осы спортқа келдік. Енді жастарға айтарым, мен қандай іске өздерінің ынталары болады, сол жұмысқа баруларын сұраймын. Өйткені әр істі өзінің қатты құштарлығымен еңбек етіп, сол жолда өсіп өнгісі келетін болса, биік шыңға жеткісі келетін болса, сол жұмысты тыңғылықты істейді деп ойлаймын. Ал егер ұнамайтын жұмыспен айналысып, оны жарты жолға барған соң барып қайтадан қалдырып кетіп, одан ешқандай нәтиже күтуге болмайды. Өмір сүру, қазақ болып дүниеге келген соң барып, біздің ата-бабамыздың үлкен соғыстарға қатысып жеңіске жеткендері сол бізді рухтандырады. Солар арқылы біз күш-қуат алып, намыстанып, жігерленіп жатамыз. Бұл биік шың, ол олимпиада шыңы. Сол биік шыңға жету үшін біз тер төгіп жатырмыз, еңбек етіп жатырмыз. Сол жолда сондай үлкен жетістікке жету үшін күнделікті жаттығуымыз жасап, шаршасақ та әйтеуір қиналсақ та, сол жұмыстың нәтижесін көру үшін осы спортта жүрміз. Одан бөлек бағанағы өзімізден үлкен ағаларымыз бар, олимпиада чемпиондар. Солардың жеңісін қайталау үшін, солардың жолын қайталау үшін осы спортта жүрміз.